Сәлем достар. Бізде кеспе көже бүгінге, және өте бюджетный версия, яғни арзан версия. Бізде ақ май және 4-5 сосиска, сосын бір кішкентай пияз, өйткені пияз ұнатпаймын, 4 түрлі картоп және де дәмдеуіш, сонымен қатар кеспе осындай. Содан кейін мен осындай кетчуп және де қасына мен томат қосып жібердім, қызылырақ болсын деп. Одан кейін тұз. Сосын қайнаған су керек болады. Осылай біз пияз, жаңағындай сосиска және мен де чикеннің кішкентайы бар, соны қуырып жатырмын бұл жерде. Сосын осы қайнаған судан кішкене қосып жіберетін боламын, өйткені сосиска тым тез жабысып кетеді. Осылай кішкене су қойып қойдым. Құйған кезде осындай болып тұрады, су құйған кезде кішкене. Содан кейін үстіне тағы мен картошканы салып, үстіне одан да кішкене асырып су тағы құйып жібердім. Осылайша бізде осылай болып пісу керек, қайнау керек. Сосын біз кеспені саламыз. Кеспе осындай және тағы да осының жартысы кеспе тағы салған болатымын. Сөйтіп бөліп саламыз кеспені. Содан кейін дәмдеуіш тұзды да тағы салып, және жаңағы біздегі томатты да мен арасына салып жібердім. Бір ас қасық. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Осылайша біз үстіне тағы су құйып, осылай жақсылап қайнатамыз. Сонда бізде осындай болды. Ас болсын.